Қайырлы күн оқырмандар, сіздермен бірге арайлым, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге шоколадты манник пирогының рецептісін ұсынатын боламын. Бізге қажетті заттар жұмыртқа, қант, сары май, айран, ұн, какао, ұнтақ жармасы және ас содасы қажет. Ең алдымен шұңғыл ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен қантымыз әбден еріп, жұмыртқамыздың көлемі ұлғайып, әппақ көпіршік болғанша миксермен араластырамыз. Егер де сіздерде миксер болмаса, венчиктің көмегіне жүгінсеңіздер болады. Мінекей біздің массамыз ұлғайды. Енді үстіне алдын ала ертіп алған сары майымызды құямыз. Майымыз толықтай араласқан кезде үстіне айранымызды құямыз. Айранның температурасы бұл жерде маңызды емес. Холодильниктен алып сразу құйсаңыздар да, бөлме температурасына жылытып құйсаңыздар да болады. Ендігі кезекте үстіне ас содасын саламыз. Барлық қажетті заттардың өлшемі видеоның астында описанияда көрсетілген. Елегішке ұнымыз бен какаомызды қосып, бірнеше бөлікке бөліп, електен өткізе отырып, массамызға саламыз. Одан кейін миксердің көмегімен тағы да араластырамыз. Ұнды бірақ сала салудың қажеті жоқ, өйткені біздің көтеріліп тұрған массамыз төмен түсіп кетуі мүмкін. Мінекей біздің массамыз дайын. Енді осы массамыздың үстіне ұнтақ жармасын, орысша айтқанда манная крупамызды салып араластырамыз. Мінекей барлығы толықтай араласты. Енді осы араласқан массамызды, қамырымызды былайша айтқанда 10 минутқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Біздің ұнтақ жармамыз кішкене қабынып өсуі қажет. Ол тұра тұрғанша біз формамызды дайындаймыз. Менде 26 диаметрлік форма. Сіздер бұдан төмен диаметрін пайдалансаңыздар, сіздің пирогтарыңыз тіптен үлкен болып шығады. Форманың астына мен пергамент төседім. Сіздер майлап салсаңыздар да болады. Барлық массамды салып, бетін тегістеп алып, алдын ала қызып тұрған пешке шамамен 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Әр пештің қызу деңгейі әртүрлі болғандықтан байқап қарап отырамыз. Мінекей біздің пирогымыздың беті тегістелді. Енді пешімізге жібереміз. Мінекей пирогымыз пісті. Ортасының піскен-піспегенін ағаш таяқшаның көмегімен көреміз. Ағашымызға пирогымыз жабыспаса, біздің пирогымыз пісті. Ендігі кезекте мен бетіне крем әзірледім. Оған мен 1 шай кесе сүтке 5 ас қасық қант, 1 ас қасық сары май қосып, баяу оттың үстінде қайнатып, араластырып, массамыз қоюланғанша қайнатып алдым. Мінекей енді пирогымның үстіне осы кремімді жағамын. Сіздер сгущенка немесе дайын шоколадты ертіп құя салуларыңызға болады. Мінекей енді осының массаның үстіне, пирогымның үстіне
електен өткізіп какаомды себемін. Енді осының үстіне ұсақ осындай конфет бар, соны сеуіп әдемілеймін. Өз фантазияларыңызға байланысты орехпен әдемілесеңіздер де, печенье үгіндісімен әрлесеңіздер де, немесе жидектермен әсемдесеңіздер де болады. Мінекей біздің пирогымыз өте дәмді, өте керемет болып шықты. Өте жұмсақ, өте дәмді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.